Ассалаумағалейкум. Қазір қазақ тілінің жағдайы өте ауыр. Біздің тіліміз дамып жатқан жоқ. Ол даму жағынан басқа тілдерге қарағанда әлдеқайда артта қалып қойды. Және оның қолданысы өте шектеулі. Ал кез келген тілді еркін қолдану үшін бізге екі нәрсе қажет. Бірінші, сөз байлығы, яғни сөз қорында қажетті ұғымдардың бәрі болу керек. Күнделікті қолданыста қажетті заттарды, құбылыстарды, барлық ұғымдарды қамту керек. Бұл бірінші. Екінші, тілдің қолданысы ыңғайлы болу керек. Тым ұзын, тым епетейсіз сөздер болмау керек. Сөздердің бәрі барынша қысқа болу керек. Қолданыста ыңғайлы, құлаққа жағымды, әдемі және тілдің ережелерін бұзбау керек. Осы екі шарт орындалса, тіл де дамиды. Енді сөз қорына келетін болсақ, сөз қорын байытудың үш жолы бар. Бірінші, сөз құрастыру, екінші, аудару, үшінші, сөз бейімдеу. Онда приоритет жағынан бірінші орында сөз құрастыру болу керек. Кез келген бір жаңа ұғым пайда болған кезде, сол ұғымды білдіретін жаңадан сөз ойлап шығару керек. Егер біз оны өзіміз ойлап шығарсақ, ол біздің төл сөзіміз болады. Сондықтан приоритет жағынан ең бірінші осы әдісті қолдану керек. Егер сөз құрастыру мүмкін болмай жатса, не тым қиынға соғып жатса, онда екінші әдіске жүгінуге болады. Ол сөзді біз басқа тілдерден іздейміз. Егер басқа тілдерде бар болса, солардың бірінен аудара салуға болады. Аударылған сөзде біздің төл сөзіміз болады, бірақ оның түпнұсқасы басқа тілде. Сондықтан бұл приоритет жағынан екінші орында болу керек. Ал егер осы екеуін де орындау мүмкін болмай жатса, онда амалсыздан бізге үшінші әдіске жүгінуге болады. Ол сөзді дайын күйде басқа тілден ала салуға болады. Бірақ приоритет жағынан бұл ең соңғы жүгінетін әдіс. Және сөзді басқа тілден кіргізген кезде оны міндетті түрде бейімдеу керек. Өйткені әрбір тілдің өзіне тән ерекшеліктері болады. Оны басқа тілге ұқсамайтын, ерекше қылып тұратын тек өзіне ғана тән ережелері, заңдылықтары болады. Сондықтан кез келген бір тілге басқа тілден сөз кіргізген кезде, оны сол тілдің ережелеріне бағындыру керек. Ол сөз сол тілдің ережелеріне бағынып, өзгертіліп, бұрмаланып, сол тілге бейімделеді. Оны филологтар тілдік иммунитет дейді. Мен оны сөз бейімдеу деп атадым. Сөз бейімдеудің маңызы ол тілдің бұзылуына жол бермейді. Тілдің ерекшеліктерін сақтап қалады. Тіл тазалығын сақтайды. Кез келген кірме сөзді тілдің өз төл сөзіне ұқсас қылып жібереді. Бірақ қайталап айтамын, приоритет жағынан бұл соңғы орында болу керек. Енді қазір көп адамдар айтып жатыр ғой, кірме сөздерді аудармау керек дейді. Ол халықаралық сөздер дейді. Бұл адамдар өздері орыс тілінен басқа тілдерді зерттемеген адамдар. Көбінесе сол айтатындар. Мысалы, математика, физика, химия, тағы да басқа сөздерді мысалға келтіреді. Ол халықаралық сөздер дейді. Оларды аударудың қажеті жоқ. Егер ол халықаралық сөз болса, неге математиканы ағылшынша maths дейді? Ағылшынша ол математика емес қой. Химия неге ағылшынша химия емес? Ағылшынша ол chemistry мысалы. Тағы сондай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Сондықтан мынау халықаралық сөздерді аударуға болмайды деген сөз сандырақ. Ол орыс тіліне әбден тәуелді болған адамдардың сөзі. Олар әлемде тек орыс тілін ғана көреді, басқа тілдерді көрмейді. Сондықтан барлық орыс тіліндегі сөздерді халықаралық сөздер деп ойлайды. Жарайды, ол бөлек тақырып, оған біз әлі оралатын шығармыз. Осы үш бағытта жұмыс істеу керек. 20 ғасырға дейін қазақ тілінде бұл үш бағыттың үшеуі де жұмыс істеп тұрды. Әсіресе орта ғасырларда, кейінгі орта ғасырларда, 18-19 ғасырларға дейін қазақ тілі әлемдегі ең бай, ең дамыған тілдердің бірі болды. Бізде сөз қоры өте бай болды. Бірақ кейін заман өзгере бастады. 19 ғасырда өнеркәсіптік революция болды, 20 ғасырда ғылыми техникалық революция болды. Ғылым мен техника өте қарқынды дами бастады. Көптеген жаңа терминдер пайда болды. Сол кезде біздің еліміз ғылым мен техника жағынан кішкене артта қалып қойды. Сондықтан қазақ тілі де артта қала бастады. Бізге шұғыл түрде көптеген жаңа терминдерді қазақ тіліне аудару қажет болды. Сол кезде біздің зиялы қауым, алаш қайраткерлері бұл жұмысты өз мойындарына алды. Олар озық елдердің ғылыми еңбектерін, оқулықтарын қазақ тіліне аудара бастады. Ғылымның ең негізгі салаларында алгебра, геометрия, физика, химия, биология сияқты салаларда қазақша терминдер құрастырды. Қазақ терминологиясының негізін қалап кетті. Бірақ кейін бұл жұмыстың бәрі тоқтап қалды. Қазір бізде сөз құрастыру, аудару жұмыстары істеліп жатыр, бірақ оның мөлшері қажетті мөлшердің 1%-на да жетпейді. Және ол жаңа сөздердің сапасы өте төмен. Сондықтан бізде бұл жұмыс қазір тоқтап тұр деп айтса да болады. Енді сөз бейімдеуге келсек, 20 ғасырға дейін қазақ тілінде бұл жағынан ешқандай қиындық болған жоқ. Қазақ тілінде иммунитет болды. Сол кезде бізге ең көп сөз араб тілінен кірді. Бірақ олардың бәрі тілімізге бейімделіп отырды. Мысалы, фард деген сөз парыз болып өзгертілді. Сүнна сүндет болды, умма үмбет болды, дәфтар дәптер болды, тағы басқа. Осылай кірме сөздің бәрі қазақ тіліне бейімделіп отырды. Кейбір сөздер екі бағытта бейімделді. Мысалы, жіңішке немесе жуан дыбысталуына қарай.
мысалы мәлімет, мағлұмат. Сөйтіп бір сөздің екі нұсқасы қалыптасты. Бір жағынан ол тілімізді байыта түсті. Кейбір кезде бұл екі нұсқа екі түрлі мағына беріп, екі бөлек сөзге айналып кетті. Мысалы ілім, ғылым, әлем, ғалам, тағы басқа. Адам аттарын алсақ, олар да қазақ тіліне бірнеше бағытта бейімделді және кезең-кезеңмен бейімделіп отырды. Сөйтіп олардың да бірнеше нұсқасы қалыптасты. Мысалы Әли, Қали, Әлия, Ғалия, Әбділда, Қабдол деген сияқты. Оспан, Құспан деген сияқты. Осындай мысалдар өте көп. Сөйтіп барлық араб тілінің сөздері қазақ тіліне бейімделіп, қазақтың төл сөздеріне ұқсап кетті. Енді орыс тіліне келсек, оның сөздері де қазақ тіліне бейімделіп отырды. Мысалы самовар самауыр болды, кровать кереует болды, клубника құлпынай болды, Александр ескендір болды. Бір қызығы, мен құлпынай деген сөздің орыс тілінен алынғанын жақында ғана білдім. Мен оны өмір бойы қазақтың төл сөзі екен деп жүрдім. Ол нені білдіреді? Ол тілдік иммунитеттің маңызын көрсетеді. Кез келген кірме сөз сол тілдік иммунитеттің арқасында қазақтың төл сөзіне ұқсап кетеді. Сөйтіп тілдің бұзылуына жол бермейді, тіл тазалығы сақталады. Қазір қазақ тілінде ешқандай иммунитет жоқ. Енді екінші факторды қарастырайық. Мен бағана айттым, тіл қолданыста ыңғайлы болу керек, сөздер ұзын болмау керек, сөздер епетейсіз болмау керек. Сондықтан кез келген тілде сөз ықшамдау жұмысы жүріп жатады. Ол тілдің эволюциясының бір бөлігі, тілдің дамуының бір көрсеткіші. Егер сөз ықшамдау жұмысы жасалмаса, ол тіл тірі тіл емес, ол өлі тіл. Қазақ тілінде бұрын сөз ықшамдау бар болатын. Мысалы, алып кел деген сөз әкел болды, алып кет әкет, алып бар апар деген сияқты осындай мысалдар өте көп. Орыс тілін алсақ, мұнда да сөз ықшамдау өте жақсы деңгейде дамыған. Соның ішіндегі ең көрнекті мысалдардың бірі К деген жұрнақ. Олар ұзын сөздерді немесе екі сөзді біріктіріп, оны қысқартып, немесе кірме сөздерді бейімдеген кезде, соның бәрінің соңынан К деген жұрнақты жалғап қояды. Мысалы, кепка. Ағылшынның кәп деген сөзін олар кеп деп бейімдеді, содан кейін К деп жұрнақ жалғады, сөйтіп кепка болды. Немесе бейсболка. Бейсбол ойнайтын бас киім. Олар алды оны бейсбол деп соңынан К деген жұрнақ жалғады, бейсболка болып шықты. Футболка, футбол ойнайтын киім. Кроссовка, кросс жүгіретін киім. Арафатка, Ясир Арафаттың бас киімі. Болгарка, узбечка, тағы да сөйтіп кете береді. Өте ыңғайлы. Сіз айтпайсыз ғой, футбол ойнайтын киім, Ясир Арафаттың бас киімі деп айтпайсыз ғой. Бір сөзге қысқартып алдыңыз, болды, өте ыңғайлы. Бірақ сөз ықшамдау ең дамыған тіл ол ағылшын тілі. Ағылшын тілділер бұл жұмысты нағыз өнерге айналдырып жіберді. Өйткені қазір тіл байлығы жағынан ең алда келе жатқан тіл ағылшын тілі. Ғылым мен техника бәрі ағылшын тілінде. Сондықтан оларда терминдер көп. Жаңа терминдердің бәрі ағылшын тілінде шығып жатыр. Ол терминдерді қолданыста ыңғайлы қылу үшін олардың бәрін ықшамдау керек. Сондықтан бұл жағынан бұлар әлемде алда келе жатқан елдердің бірі. Бұған қатысты мен Құдай қаласа бөлек видео түсіремін, сіздерге нақты мысалдар келтіремін. Ұзын сөздерді олар қысқартып, оларды қолданыста өте ыңғайлы, өте жеңіл сөздерге айналдырып жіберді. Қазір қазақ тілінде бұл жұмыс істеліп жатқан жоқ. Мысалы, неше түрлі епетейсіз жаңа сөздер шығып жатыр. Аспан, серік, қозғалтқыш, жүргізуші деген сияқты. Бірақ бұл сөздерді кім қолданады? Ешкім қолданбайды. Өйткені олар ықшамдалмаған. Ол сөздер қолданыста ешқашан орнықпайды. Ешқашан олар біздің тіл сөз қорымызда орнығып қалмайды, сақталмайды. Оның орнына біз орыстың қысқартылған, ықшамдалған сөздерін қолданып жүрміз. Мысалы, біз телефон соғу деп айтпаймыз ешқашан. Неге? Өйткені ұзын екі сөз. Телефон соғу. Ал орысша звонить. Сондықтан біз оны звондау деп айтамыз. Ағылшынша call. Өте қысқа. Немесе ұялы телефон деген сөзді кім айтады? Ешкім айтпайды. Ресейде оны мобила дейді. Мобильный телефон ұзын ғой, қолданысқан қайсыз. Сондықтан олар мобила деп қысқартып алды. Ал бізде ұялы телефон деп ешкім айтпайды, бәрі сотка дейді. Сотовый телефон деген сөзден қысқартып алды. Бірақ сотка деген қазақтың сөзі емес. Ал қазақтар оны өзінің төл сөзі сияқты қолданып жүр. Осылай екінші, үшінші ұрпақ бұл сөзді қолданып, ол қазақ тілінің сөзіне айналып кетеді. Сөйтіп біздің тіліміз ары қарай бұзыла береді. Сондықтан қазақ тілін еркін қолдану үшін, оны заманға сай дамыған тілдердің біріне айналдыру үшін бізге осы екі бағытта жұмыс істеу керек. Сөз қорын байыту керек және сөздерді ықшамдау керек. Ал сөз қорын байыту үшін бізге үш бағытта жұмыс істеу керек. Сөз құрастыру, аудару және сөз бейімдеу. Осының бәрін бізге қайтадан қалпына келтіріп, бұл жұмыстың бәрін бастап, өте қарқынды дамыту керек. Сол кезде мүмкін қазақ тілі басқа тілдерді қуып жететін шығар. Ал енді біздің тіліміз неге сондай жағдайға тап болды? Неге бұл процестердің бәрі біздің тілімізде тоқтап қалды? Ол туралы келесі бейнежазбада.